Мен шегінген кезде Шыңғыс пен Азамат Шерзатқа қарай жүгірді. Ол кезде айғайлады Шерзат. Сол төбелестің арасында ғой бірдеңе папа бірдеңе тауып алды, Нұрғат бірдеңе тауып алды деген дауыс шықты. Кейін мен қаш дедім балдар, қаш дедім. Ол қашты, қашқан көрдім, ұзап бара жатқан. Ойладым, ол пышақ тағып алды деп ойлағам жоқ. Сол жарақат алып қалам ма дедім. Сөйтсем пышақ тағып алды екен. Кейін біраз жерге барып отырды. Мен Шерзатқа қарай емес, неге десеңіз Нұрғат пен Гүлбара бара жатты ол жаққа қарай. Мен мамаға қарай жүгірдім. Неге десең мама құлап жатты. Арықтың ішінде су болатын. Сол суға тұншығып қалмасын деп есім білмейді, шығарып алдым да, уже отырғызам дегенше, уже айналып жүріп барып, жаңағыдай жағдайлар болды. Қарасам, Нұрқияс мылтықпен уже сөйлеп отқан бала. Қиналып. Яғни сіз анаңызды көтеріп отырғыздым да сразу артынан бардым. Ол видеода да көрініп тұр, мен ажыратып жүрген. Айғайлап, скорый деп айғайлап жүрген, және ажыратып жүрген. Неге десеңіз, тергеушілер мынау кім деп бір адам танымай жатты, ол мен болып ажыратып жүрген. Ажыратқанымызға қой дегенге қараған жоқ ешқайсысы. Әйеліңіздің әрекеті қандай болды? Кімнің? Әйеліңіздің. Ол жалынып жатты, жалынып, айғайлап, қойыңыздар. Төбелесті тоқтатушы ол қандай әрекеттер жасады? Енді баласын құшақтап ұрғызбай жатты. Баласын қорғап, ұрғызбай жатты. Сол кезде жарақатты қолдарына тиген ғой. Сол кездегі ұлыңыз Шерзатты айттыңыз ғой, мылтықпен ұрып жатты деп. Осы сәтті нақтырақ айтып бере аласыз ба? Нақты кім ұрды? Сол уақытта Нұрқияс мылтықпен ұрып жатты. Сөйлеп отқан бала, мамасы қорғаштап отқан, Нұрғат жығылып жатқан. Мен маманы қойып, артынан жүріп барам дегенше, неге сен жүгіргенде кедергі болды маған. Ол жерде балдар ғой, бәріміз бірімізге. Жас балдар, олар қашып бара жатыр, мыналар біз төбелес болып жатыр. Құрметті сот, рұқсат болса, Нұрқияс деп тағы да көрсете аласыз ба? Сол жақтан бірінші. Біріншіңіз таныстырыңыз. Рахмет, отыра беріңіз. Ол анасының жылауына, анасының өтінішіне қарамай, біз де айғайлап жаттық. Мен маманы, неге десеңіз, мен балаға жүгірейін десе, мен балаға пышақтап алды деп ойлағам жоқ қой өзім. Мен бірінші анаға құлап қалған көрінді, сол судан шығарам деген арықтың ішінен. Содан кейін барып араға кірдім араға. Сол кезде Шерзаттың анасы айғайлап жатты. Мен де айғайлап жаттым. Сол кезде өз көзіммен көрдім. Сөйлеп отқан бала. Сөйлеп отты, папа ауырған енді айтып жатты да, мамасына. Не деп сөйлеп отырды сол кезде? Енді бірдеңе тығып алды, ауырып тұр деп. Сөйтсек арқа жағына, мен алды жағын қарадым да, жағын қай жағына қамда бірдеңе мейлі бір соққы дейді ма деп. Сөйтсем арт жағына жауырыннан қанағып отыр екен. Соған қарамай Нұрқияс басын бірнеше рет ұрды. Одан кейін Нұрғат, мен ажырата алмай жатсам, Нұрғат сүйреп келіп Нұрғанат кішкене сабыр сақтаңыз. Су бересіздер ме? Су ішіп алыңыз. Егер үзіліс қажет болса айтыңыз. Жоқ, үзіліс керек жоқ. Нақты бүгін барлықтарының сұрақтарына жауап беріп кетемін. Рахмет. Жалғастыра беріңіз. Нұрғанатқа қандай дене жарақаттар келтірілді? Айтып бере аласыз бізге? Сол кезде ма, или ол кезден кейін ауруханада ма? Жалпы мына магазинден басталды ғой төбелестің бәрі. Магазиннен бастап, одан кейін ол Шерзатты қорғап жатқан кезде мен арашылап жатқан кезде, мен жүгіріп барған кезде уже Нұрқияс болды, ол жерде Шыңғыс болды, Абзал болды, Нұрбол болды, Равили болды ол жерде. Кім мына үшінші жігіт, в общем, ол не ұрып жатқан, не арашылап жатқан мен түсінбедім оны. Үшінші жігіт, атын тұлған Бидарын. Не арашылап жатқан, не ұрып жатқан түсінгенім жоқ. Уже ол жерде ажиотаж ғой. Кім не істеп жатқан уже қолдан келгенше ажыратып жатты. Ол жерде мен ес-түссіз қалып қойды екеуі де. Мен өліп қалды деп ойладым екеуінде. Яғни Нұрғанат ес-түссіз жатты? Екеуі де. Сол басында екеуі де ес-түссіз болатын. Мылтықпен ұрып тастағаннан кейін уже ес-түссіз қалып қойды екеуі де. Кейін сол балалар уже көршілер шықты ғой, үйдің көршілер шыққан кезде уже балалар қаша бастады. Мен оның артынан жүгірдім.
бардым, машинамды от алдырып келіп, баланы қарасам, уже пульс болып тұрды. Жүрек қағысы болып тұрды, пульс болды. Нұрғантта да пульс болды. Сол машинаға екеуін жалғыз өзім салдым, екеуі де қансырап жатты. Қарасам, Нұрғаттың арт жағынан қан ағып жатты. Кім Шераттың жауырыны, кеудесінен, аузынан қан ағып жатты. Сонымен тездетіп, неге десеңіз, мен сол уақытта да скорыйға емес, сол ауданның заведующийіне звондадым. Скорый жіберуін талап еттім. Аты жөнін айтсаңыз? Қазір есімде жоқ. Мен қазір жұмысқа бармағаныма, қазан айынан бері жұмысқа бармадым. Жақсы, Жұмыста емеспін. мына Телефонда ол